Менің анам өтірікші расында. Анам ғой деп көп сенгенмін сөздеріне басында. Бүгін ұқтым маған айтқан өтірігін анамның. Мен ол кезде бала болдым, ақылы жоқ басында. Менің анам өтірікші расында. Сенгенде жанарымнан сорғалады жасымда. Үйімізде сол бір кезде соңғы асты дайындап, балам жей ғой мен тоқпын деп қарап отыр қасында. Менің анам адам еді мені алғаш алдаған. Қалайша мен бұрын соңды ойыма да алмағам. Соңғы тиын санап тұрып бізге киім әперіп, менде киім жетеді деп өзін едім алмаған. Соны ұқпаған, қандай бала болдым екен оңбаған. Сол анамның арқасы ғой жаным жаурап тоңбаған. Бір күн анам бір алманың маған берді бүтінін. Қыттағанын өзі жедін айды деп солмаған. Сонша ақымақ болғаным басыл кезде. Анашымның өтірігі қалай миға қонбаған. Бір күн түнде қатты ауырды қысылған жүрегі. Анам байғұс бізді ойлап қиналғаннан жүдеді. Мама қазір жедел жәрдем шақырайын деп едім. Жоқ балам бәрі жақсы деп өтірік күледі. Менің анам сондай өтірікші жан еді. Менің анам мен алдауды өте жақсы беледі. Жалғыз өзі бақты бізді арқалап, арқа сүйер болмаса да тірегі дәл осындай өтірікші. Бәрінде бар аналар, сен ақылды баласы бол, сол анаңды бағалар. Қартайғанда қалдырмаңдар аналарды қараусыз. Сенің үйің жайлы болсын, анаң келіп паналар.